Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Бекар Сұлайбек, МТИ-ның 3-ші курс студенті, математика пәнінің мұғалімі. Бүгін мен сіздермен қарастыратын сабақ ол бізде геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессия екінші мүшенің бастапқы әрбір келесі мүшесінің алдыңғы мүшесіне Q саны көбейту арқылы шыққан сандар тізбегін айтамыз. Яғни бізде B1 деген сан болады, сол санға Q санын көбейтеміз де, сол шыққан B2 сан болады. Осы жалғасып кеткен прогрессия бізде геометриялық прогрессия болып саналады. Геометриялық прогрессияның жалпы мүшесінің формуласы Bn тең B1 көбейтілген Qn-1. Ал екінші бізде жалпы формуласы Bn тең Bk көбейтілген Qn-k. N бізде үнемі k-дан жоғары болу керек. Біз айтып отқан Q саны бұл бізде еселік болып табылады. Еселікті табу формуласы бізде Q тең Bn бөлінген Bn-1. Енді осы геометриялық прогрессия бойынша есептерге көшетін болсақ. Бірінші есеп бізде геометриялық прогрессияның 4-ші мүшесі 8-ге, ал 7-ші мүшесі -64-ке тең. B4 тең 8-ге, B7 тең -64-ке. Ал осы прогрессияның бірінші мүшесі мен еселігін табыңыз. Яғни біз жаңа екінші формула саламыз. Bn тең Bk Qn-k. Bn бізде B7, Bk бізде B4 болып табылады. B4 тең Q7 -4. B7 бізде -64-ке тең. B4 бізде 8-ге тең. Q тең Q'дің 3 дәрежесі. Енді бізде 8-ді жақшаның оң жақ бетіне өткізсек, -64 бөлінген 8 тең Q'дің 3 дәрежесі. Яғни Q'дің 3 дәрежесі бізде -8-ге тең. Q тең -2. Бізде еселігін таптық, ал енді еселігін B4 арқылы жіктеп B1 табатын болсақ, B4 тең B1 көбейтілген Q'дің 3 дәрежесі. Яғни 4 -1. B4 бізде 8-ге тең, B1 табуымыз керек, ал Q -2-ге тең. -2-ның 3 дәрежесі B1 тең. -2-ның 3 дәрежесі -8 болады, ол мына бетке бөлу болып өткізген кезде 8 минус бөлінген -8, яғни B тең -1-ге. Келесі есепке көшетін болсақ. Келесі есеп көшсек, келесі бізде геометриялық прогрессияның 4-ші мүшесі, оның 1-ші мүшесіне қатынасы 64-ке. Ал 3-ші мүшесі 8-ге тең болса, онда осы прогрессияның 1-ші мүшесін табыңыз. Яғни бізде прогрессияның 4-ші мүшесі 1-ші мүшесіне қатынасы, яғни бізде B4 бөлінген B1 бізде 64-ке тең болып тұр. Ал 3-ші мүшесі 8-ге тең. B3-ті бізде беріп қойған. Енді прогрессияның 1-ші мүшесін табуымыз керек. Енді бізде B4-ті және B1-ді B3 арқылы жіктесек, яғни B3 тең B1 көбейтілген Q'дің квадраты 3 - 1. B3 бізде 8-ге тең, B1 көбейтілген Q'дің квадраты. B1 тең Q'дің квадраты 8 бөлінген Q'дің квадраты. Енді B4-ті жіктейтін болсақ, B4 тең B3 көбейтілген Q'дің 1 дәрежесі, өйткені 4 көбейтілген 4 - 3. B4 табамыз.
b3 бізде 8-ге тең, көбейтілген q. Енді осыларды орнына қойсақ. b4 бізде 8 минус көбейтілген q, ал b1 бізде 8 бөлінген q квадрат тең 64-ке. Бізде 8 мен 8 қысқарады, ал ең алымындағы q квадрат үстіне көбейту болады да, q-дің кубы тең 64-ке. Бізде 64 4-дің 3 дәрежесі болғандықтан q тең 4-ке. Енді біз q-ді тауып алдық. Енді b3 арқылы біз b1 тапсақ. b3 тең b1 көбейтілген q-дің квадраты. b3 бізде 8-ге тең, b1 табуымыз керек. q бізде 4-ке тең, 4-дің квадраты бізде 16. b1 тең 8 бөлінген 16. Яғни бізде 2-ден 1 деген жауап шығады. b1 бізде 2-ден 1-ге тең. Келесі есепке көшсек. Енді бізде геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы деген бар. Яғни бізде 5 мүшені табамыз. Сол 5 мүшенің жалпы қосындысы осы Sn формуласы арқылы шығады екен. Және де бізде шексіз кемел геометриялық прогрессия бар. Және де олардың қосындысы төмендегі формула арқылы шығарылады екен. Енді біз есептерге көшетін болсақ, осы n мүшесінің қосындысы мен шексіз кемел геометриялық прогрессияның қосындысы бойынша. Геометриялық прогрессияның 4-ші мүшесі мен 1-ші мүшесінің айырмасы 126-ға тең. Яғни b4 минус b1 бізде 126-ға тең. Ал алғашқы 3 мүшесінің қосындысы 42-ке тең. S3 бізде 42-ке тең. Осы прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. S5-ті белгісіз, осыны табуымыз керек. Енді b4 минус b1-ді біз b4-ті b1 арқылы тіктесек, яғни ол бізде b1 көбейтілген q-дің 3 дәрежесі болады, ал минус b1 ол бізде 126-ға тең. Ортақ көбіш жақсының ішіне шығарсақ, b1 тең b1 жақсының ішінде q-дің 3 дәрежесі минус 1 тең 126. Енді біз мұнан жалғастырмай тұрып, S3-ті ашып алсақ, S3 бізде b1 жақсының ішінде qn, яғни ол 3-ке тең, минус 1 бөлінген q минус 1. Енді S3 бізде 42-ке тең, 42 бізде алынып көбейтсек, минус 1 тең b1 q минус 1. q-дің кубы минус 1. Яғни бізде q-дің 1 осы бізде бастапқы жаңа легі екеуі бір-біріне тең болады. Яғни осы теңдікті бір-біріне теңестіреміз. 42 q минус 1 тең болады 126-ға. Мына екеуі бір-біріне тең болғандықтан біз мына екеуін бір-біріне теңестіре аламыз. Енді q минус 1 тең 42-ні бөлу арқылы жіберсек, 126 бөлінген 42 ол бізде 3-ке тең болады. Ал q минус 1 тең 3, q тең 4-ке. Бізге осы прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын табу үшін бізге b1 керек болады. b1-ді өрнектеу үшін біз мына жерде q-дің орнына мәнді берсек. b1 тең q-дің орнына 4-ті қоямыз. 4-дің кубы 64 минус 1 тең 126-ға. Біз мына жерге мән бердік. b1 тең
көбейтілген 63 тең 126. b1 тең 2. Бізде b1 таптық, bq бар. Енді s-тің 5 мүшесін таба аламыз. s5 тең b1 бізде 2 тең көбейтілген q-ның 5 дәрежесі, яғни 4-тің 5 дәрежесі минус 1 бөлінген 4 минус 1. S5 бізде 2 көбейтілген Q-ның 5 дәрежесі бізде 1024 болады. 1024-тен 1-ді азайтсаң 1023 бөлінген 3. 1023 3-ке бөлінеді. Ол кезде бізде 341 шығады. 341-ді 2-ге көбейтсек, S5 бізде 682. Енді келесі есепке көшсек. Келесі есеп шектеусіз кемел геометриялық прогрессияның мүшелерінің қосындысы оның бірінші мүшесінен 3 есе артық. Осы прогрессияның 5-ші мүшесінің 7-ші мүшесіне қатынасын табыңыз. Яғни шексіз кемел геометриялық прогрессия бізде s-ке тең. Ол дейді бірінші мүшесінен 3 есе артық, яғни 3 көбейтілген b1. Біз енді s-ті ашып b бөлінген 1 минус q тең 3 көбейтілген b1. Енді бізде астын оң жаққа көбейтсек, b1 тең 3 b1 жақсаң ішіне 1 минус q. b1 мен b1 қысқарып кетеді. 1 тең 3 1 минус q. Ал 3-ті бөлу қылып жіберсек, 1 бөлінген 3 тең 1 минус q. 1-ді минус қылып жібереміз. Минус 1 тең минус q. Минус 2-ден 3 тең минус q. Q тең 2 бөлінген 3. Біз q-ді тауып алдық. Енді бізде нені тауымыз керек? 5-ші мүшесімен b5 пен b7-ның қатынасы тауымыз керек. Енді оны табу үшін біз мына екеуін b1 арқылы өрнектеп ашып алсақ, яғни b1 көбейтілген q-дің 4 дәрежесі, b1 көбейтілген q-дің 6 дәрежесі. Бізде b1 мен b1 бір-бірімен қысқарып кетеді. Және де q-дің 4 дәрежесі мен 6 дәрежесі қысқарады да 1 бөлінген q-дің квадраты қалады. Яғни бізде 1 бөлінген q-дің квадраты бізде 2 бөлінген 3-дің квадраты. Ол бізде 1 бөлінген 4 бөлінген 9. 9 үстіне көтеріледі да, жауабы 9 бөлінген 4 болады. Жалпы геометриялық прогрессияның барлық келуі мүмкін деген есептерді шығарып көрсеттім. Пайдалы болған бүгінгі сабақ осы. Мен сіздерге барлық геометриялық прогрессияның формулалары мен келуі мүмкін деген есептерді көрсеттім. Пайдалы болды деген үміттемін.